Бұл арада көп жұртқа айтамын, мысалы Қытай соғысқа дайындалып жатыр деп мен дабыл қаққалы қай заман. Мен сол дабыл қаққанда көп ел айтады, ой, анау мынау. Бірақ біздің анализіміз дәл келіп жатыр ғой. Қазірге дейінгі қанша анализіміз дәл келді. Сол дәл келіп отырған анализдеріміздің бірі міне осы. Міне Қытайда банктегі ақшаңды ала алмай қаласың деді, айтқанымыз келді. Қытайда бүкіл сауда тоқтайды деді, айтқанымыз келді. Тіпті мына коронавирус болатынның алдында Трамп мына Қытайдың кеңірдегінен қатты қысып жіберді. Бұлар не Тайваньға, не Тибетке, не Қазақстанға соғыс ашады. Бұлар осы бір нәрсені істемей тынбайды, себебі Ши Цзиньпинге мынау халықаралық образ керек деді. Тайваньға аша алған жоқ. Тибет арқылы Үндістанмен ары бері ырғасты да қойды. Қазақстанға соғыс ашты. Ол не?